Саламатсыздар ма, құрметті Қазақ Про 7 YouTube арнасына келген оқырмандар. Бүгін мен сіздерге TikTok-тың қыр-сырларын үйретемін. Ең бірінші сабақ біздегі описание. Ол үшін ең алдымен TikTok-қа кіресіздер, өздеріңіздің профилдарыңызға кіресіздер және де изменить профиляны басасыздар. Бұл жерде TikTok-тағы ең маңыздысы сіздің фотоңыз және де есіміңіз, никнейм, яғни имя пользователіңіз адамның есінде қаларлықтай, адам жаттап қалатындай болу керек. Және сандармен, дән болсын әріптермен болмау керек. Если ондай әріптермен болса, адамдар сізді жаттай алмай қалуы мүмкін. Және де ең бастысы описание. Ол үшін описаниеға кіреміз. Бұл жерде 80 символдан артық описание жазуға болмайды. Описаниені ең алдымен өздеріңіз дайындап алсаңыздар болады. Мен сіздерге қазір өзімнің дайындап алған описаниемді көрсететін боламын. Мен описаниені ең алдымен заметки бөлімінен дайындап аламын. Және де осы жерден выбрать все, скопировать етіп алып, осында описаниеға келіп, үстінен сәл басып тұрып, ставитті басып, қоя саламын, сохранить. Мінекей біздің описаниеміз дайын болды. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі сабақтарда жіберіп алмаңыздар. Описание қалай жазу керектігін білмей жүрген жандар болса, достарыңызға таратып кетіңіздер. Осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алла қаласа келесі сабақтарда күтіңіздер.